Сіздер ме достар? Бүгін мен 666 есепті шығаратын боламын. Бұл жерде санның бөлігін табу керек. Дәптерге жазып шығарайық. Номері 666 есеп. Бұл жерде біз 32-нің 4-тен 1-ін деп тұр. Енді біз бұл жерде 32-ні көбейтеміз 4-тен 1-ге. Бұл жерде қысқартатындар болса, қысқартамыз. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 32-ні 4-ке қысқартсақ 8 болады. Сонда 8 шығады. Келесі екіншісін шығарамыз. 20-ның 5-тен 4-ін. Енді бұл жерде де манағыдай 20-ны 5-тен 4-ке көбейтеміз. Енді қысқартатындар болса қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 20-ны 5-ке қысқартсақ 4 шығады. 4-ті 4-ке көбейтсек 16 шығады. Үшіншісін шығарамыз. 25-тің 5-тен 3-ін. 25-ті 5-тен 3-ке көбейтеміз. Көбейтеміз 5-тен 3-ке. 5-ті 5-ке қысқартамыз 1, 25-ті 5-ке қысқартамыз 5. 5-ті 3-ке көбейтеміз 15. Төртіншісі 60-тың 10-нан 7-сін. 60-ты көбейтеміз 10-нан 7-ге. 10-ды 10-ға бөлсек 1, 60-ты 10-ға бөлсек 6. Сонда 42 шығады. Енді 5-шісін шығарамыз. 35-тің 5-тен 4-ін. Бұл жерде де 35-ті көбейтеміз 5-тен 4-ке. 5-ті 5-ке бөлсек 1, 35-ті 5-ке бөлсек 7 шығады. 7-ні 4-ке бөлсек 28. Енді біз 6-шысын шығарамыз. 15-тің 3-тен 1-ін. 15-ті көбейтеміз 3-тен 1-ге. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 15-ті 3-ке қысқартсақ 5. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5 шығады. Біз барлық есептерді шығарып болдық. Онда сау болыңыздар.